Ассалаумағалейкум. Бұл блог жалпы болашақтағы жүзіп алады. Бәлкім 5 жылдан кейінгі, бәлкім 10 жылдан кейінгі. Мен осы видеоны түсіру арқылы өзімнің болашақта қалай өзгергенімді көруіне мүмкіндік тудыратын видео деп айтсам болады. Жалпы бұл менің күнделікті күндерімнің бірі болғанмен де менің өмірімнің кішкентай бөлшектері болып қалғанға ол айқын. Және де бүгін 20 желтоқсан 2023 жыл. 2024 жылға бар жоғы 10 ғана күн қалды. Және де біз өзіміздің сессияларды, яғни емтихандарды тапсырудамыз. Бүгін де сол кезекті емтихандардың бірі. Бұл блогта бүгін мен өзімнің группаластарым, яғни 3-ші курстың 1-ші семестрін қалай аяқтап жатыр деген секілді видеоларды түсіретін боламын. Және де бұл маған және менің группаластарыма болашақта өте бір ыстық естеліктердің бірі болып қалады деген ойдамын. Міне дәл қазір айналада қар. Бұны түсіріп жатқан себебім дәл қазір жаһандық жылыну. Білмеймін, бұл видеоны кейін қашан көремін. Бәлкім 10 жылдан кейін көрген кезде бұл жерде қар болмайды, немесе климат вообще басқаша болады деген секілді мақсат түсіріп жатырмын. Ал енді қалған бөліктерін универде түсіретін боламын. Универге келіп жаттым. Арқамда главный корпус и мында мен оқитын УЛК учебный лабораторный корпус. Қазір ішінде бір-екі видеолар түсіріп көрсетемін, қалай көрінеді. Біздің өнер осындай. Мына жақта асхана, мына жақта кішігірім кофейнялар бар. Мына жерде университеттің ең негізгі қорғаны, алынбайтын қақпасы деп айтса да болады. Ашылмайды оңайлықпен. Ал корпустың іші дизайны, архитектурасы осылай лабиринт сияқты. Міне мен қазір келдім, жанымда бұл көрсетілген нәрсенің барлығы ешқандай қырқылмайды, қалай бар, осылай салынады. Ешқандай монтажламайды, тек бір-біріне қосылады видеолар. Мен барлығын түсіндірдім. Бұл видеоның мақсаты не екендігі туралы бәрін түсіндірдім. Бәріне алғанда қазірше тоқтарға және жеңілдікке. Уже опасен. Бұл видеоны сен өзің мысалы 5 жылдан кейін немесе 10 жылдан кейін көрмейтін. Сенің болашақта өзің қалай елестетесің деген сияқты. Немесе дәл қазіргі қандай әдеттермен айналысасың деген сияқты. Кішігірім айтсаң болады. Қатты подкаст емес, 1 минут. 5 жылдан кейін дисциплина қалыптасып қалып, баяғыдан кейін. Короче, 2 бала, 3 бала. Непрерывно сатып. Мен қаласында емеспін. Госсужбаға кіріп кетесің да, қашып. Көреміз енді. Армандағы мақсаттан өткізіп кетіп қарайды. 5 жылдан кейін осы өздерінің қалаған ниеттері орындалсын деген ниеттеміз. Тілектеспіз. Басқа да группаластарымызды көрсетемін. Олардың да ойларын сұраймын. Тағы да мед арқамда. Қыздар. Балым. Жанель. Дина. Нұрай. Үйдесіңдер. Айтып кетейін, балымның кітап жазды өзі. Кітап жазған осылай бір жетістікке жеткен, жақында ғана. Мен болашақтағы өзіңе балымға не дейсің? Болашақтағы? Қатты көп уақыт емес, бір кішігірім. Кішігірім. Қазіргі қойған мақсаттарына жетеді деп ойлаймын. Алдағы 5 жылдағы мақсаттарын толық орындап, мықты бір мемлекеттік қызметте мықты орында отырады деп Өзің ойлаймын. туралы. Өзім туралы? Иә. Болашақтағы өзің туралы. 5 жылдан кейін балым. 5 жылдан кейінгі балым қазіргі таңда мысалға барынша дамып, бірнеше қатар өзіне қажетті навыктарды оқып, қажетті тілдерді меңгеріп, қажетті жерлерде саяхаттап үлгереді деп ойлаймын. Осындай екен мақсат. Көресің. Мендегі 5 жылдан кейін примерно министр
Қай салада? Спорт деп. Жаңа министерствосы. Жаңа министерство. Жаңадан министерство. Сол. 5 жылдан кейін мен де Бұл видео негізі ютубта сақталған ең қалаған уақытта көруге болады. Сол болашақта если 10 жылдағы план болса 10 жылдағы планды айтып қоюға болады. өз мақсаттарымды, пландарымды айтпаймын. Сол мақсаттарымды бірақ Дина, айтпақшы, бұда да бір жаңалық бар. Бұл келесі семестрде Польшаға оқуға кетіп отыр. Дина, ертең сөйлемегеніңе өкінесің. Шынымен айтамын. Менде особо жаңалық жоқ. Просто 5 жылдан кейінгі мұрай өзінің дәл қазіргі мақсаттарына жеткен. Мемлекеттік қызметте болмаса да өзінің жеке бизнесі бар. Және де шешім көрген өзінің Қыздардың ойын білдік, енді басқаларынікі білеміз. Сонымен саламыз. Аллаға түсіндіріп жіберіңдерші. Бізде всегда айтатын ой бар. Бұл бірінші курсқа келгеннен кейін раньше жатыр. Ештеңе сұрамаймыз. Матамыр бар екен. Айттым ғой мен. Зага. Сезім бе? Зага отырмыз. Сезім жерің шын екен табылсын. Зага дәл қазір ұйқысына бөліп отыр. Тағы да бір айтатын нәрсе, біздің универ, яғни халықаралық университет болғаннан кейін бізде Қырғызстаннан келген академиядан келген бауырларымыз бар. Яғни Құлмамбет бауырымыз Қырғызстан мемлекетінен келді. Және біз мамандықта оқып жатыр. Не дейсің, болашақта 5 жылдан кейін өзіңді қалай көресің? Ассалаумағалейкум біріншіден барыңыздарға. Бүгін біз Қырғыз Республикасынан Қазақстан Республикасына Евразиялық ұлттық университетіне академический маңыз бойынша келіп отырмыз. Бұл жақта біздің қазақ бауырларымыз абдан жақсы талқылашты. Шын жүрегімізден рахмат айтамыз бұларға. Жақсы күтіп алышты, жақсы қабыл алышты. Эми болашақта 5 жылда қандай болу үшін бұл біріншіден Бұл 5 жыл емес, немесе 10 жыл өзің болашақта өзің қалай көргің келеді, өзің мақсаттарың. Мына видео қалап сақталады, дәл осы бүгінгі күнде қалап, болашақта сен көресің осы видеоны. Әлбетте бұл біріншіден біз барысы елге қызмет қыламыз деп жүрміз. Елге қызмет деп жүрміз. Ошол 5-10 жылда бір президент болбасақ қазақ дегенде депутат болсақ деп жүрміз. Елге қызмет қылған, халыққа қызмет қылған, халықтың сұраныштарын, халықтың өтініштерін атқарған ауыл қыздардан деп тілеймін. Еліне жеріне қызмет ететін азаматтардың қатарынан ғой. Қырғызстаннан келген бауырларымыз елге жерге қызмет етеміз деп жатыр. Мен сәттілік тілейміз, ниеттеріне жетсін дейміз. Ниеттеріңіз орта. Ақыл мырза, жаңа Қырғызстаннан келген мына жерде біз видео түсіріп жатыр. Бұл осы блог дәл бүгінгі күнде қалып, бүгінгі күнде түсіріліп жатыр. Бірақ біз бұны болашақта, яғни өзің көрсең болады, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін түсінтірсің бе? Яғни дәл қазір сен осы жерде өзің мақсаттарың туралы, дәл қазір өзің ойларың туралы айта аласың. Салам достар, бүгінгі күнде біз экзамен тапсырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының астанасы, Астана қаласында оқып жатырмыз. Академический маңыз бойынша. Барыс Қырғызстаннан келдік. Бордош қазақ еліне, қанатташ қазақ еліне мындан ары тәуелсіздігі өркіндей берсін, өсе берсін, мындан ары өнігу жолында жүре берсін. Қырғыз менен қазақтың достығы ажырамасын, ынтымақта болсын. Әрдайым мындан кейін 100 жылдан кейін де біздің неберелеріміз, балдарыбыз мына жүзүктардай болып, біздей болып, жолы бір жерде оқып, бір дос болып жүре берсін. Құдай қаласа сол күндерді бұйыртсын. Осы жігіттерге еліне жеріне қызмет ететін азаматтарымыз деп отыр. Құдай қаласа болашақта үлкен қызметте отырған кезде де бірімізден Қазақстан Республикасы мен Қырғызстан Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас жүргізетін азаматтар болады. Құдай қаласа. Сол сессиядан шықтық. Жаңағы челленджімізді сұрағымызды болашаққа қатты жалғастырамыз. Алла, Аяжан және де Асел. Әлі қашып жүрмін. Кел, айтшы. Біз бұл жерде жинап отқан себебіміз болашақта қазір бұл жинап жатқан себебіміз барлығымыздың дәл қазір Польшаға оқуға документ тапсыратынбыз. Соның барысында тағы да сұрай салайын дегендер болды ойларды және сұрап жатырмын. Бастаңыздар қайсысы? Аяжан. Қазір бір күшті қорытындыламай қалсаңшы ал. Әсел айтып кетсін. Бересің бе?
Ладно, мен өзімді 5 жылдан кейін. Короче, мен өзімді 5 жылдан кейін универ бітірген, магистратура, наверное, бітірген. Сосын бір-екі жыл жұмыс жасаймын. Жұмыс жасап жатқан кезде күйеуге шығамын. Сосын Астанада тұрамын күйеуіммен. 5 жылдың ішінде 20 ел аралаймын бұйырса. Жақсы жұмыста тұрамын. Мама папамды қыдыртамын. Самое главное. Танитын. Бизнесім болады. Дәл қазір немен айналысып жүрсің? Одан қандай нәтиже көргің келеді? Сол бизнестерді дамытқым келеді. Ашқым келеді. Ақтауда кофейня ашқым келеді. Мама папама бір салон ашып бергім келеді. Сосын косметикамен айналысып жүргенсің. Иә. Солай, короче. Польшада тағы аппаратын түсіремін. Немене болады деп айтайын ма? Сумкасы келді. Қазір жүсіп бар жатыр. 5 жылдан кейінгі өзімді қалай көремін? Мен қазір тұрмысқа шыққан қызбын. Келіншекпін. Аяулана Алла қаласа. Адал жар боламыз. Сол 5 жылдан кейінгі өмірім қалай кете береді екен десек, Алла қаласа магистратураны бітірген, өзінің арманы мақсатына жеткен, өзімнің болашағымды енді қазіргі таңда агроөнеркәсіппен байланыстырамын. Агроөнеркәсіп болған күннің өзінде менің өзім мамандығым мемлекеттік басқарумен тығыз байланысты болғандықтан, ауыл шаруашылығы министрлігіне Алла қаласа өзімнің осы Польшаға барып кеткеннен кейін, Польшаға барудағы бірден-бір мақсатымыз елдерді, жерлерді аралап көру. Сол жерлерде мысалы енді ең мықты дамыған агроөнеркәсіпке бізде Германия мемлекеті екен. Сол Германияны көріп, шаруашылығымен танысып, өзіміздің елге қандай қызмет ете аламыз, елімізге қандай өзгерістер енгізе аламыз, сол жайында қарастырып, Алла қаласа алдағы жылға, келесі жылға дипломдық тақырыбымды осы агроөнеркәсіппен байланыстырамын. Солай, Алла, сіз не дейсіз? Әзірге ойлана тұрамыз біз. Мен өзімді антропологияға көрмеймін. Тағы басқа болашағымызға өмірде өмірде енді сен қазір мына жерде мамандық туралы айтып жатсың. Өмір принциптері сияқты алдағы семейный нәрселер Семейный нәрселер айтады. Бұл да бір ай бұрын өте жақсы жаңалық болған. Семейный туралы айтады, түсінесің. Сол болса. Енді осының бәрін монтаждап, ютубқа саламыз. Кім көргісі келеді, қалаған уақытында көре алады. Болашақта біздің істер сияқты. Осылай сақтап қалсын.